Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өзімнің кондитерлік заттарымды көрсететін боламын. Ал ендеше бастайық. Бұл жерде менің негізі толық кондитерлік заттарым емес, ішіндегі ең маңыздысы керек-керектілері бар. Ең қажетті ингредиенттерді өлшейтін таразымен бастайық. Бұл таразы 5 килограммға дейін өлшейді, яғни біз қосатын нәрселерімізді грамдап, міндетті түрде таразымен өлшеуіміз керек. Сол кезде барлығы ровный шығады және сіздерде тура рецептегідей торт шығады. Сондықтан міндетті түрде таразыны қолданыңыздар. Және біз кез келген тортты жасаған кезде міндетті түрде формамен жасаймыз әрине. Ал сол жерде сіздерге осындай форма болса болады. Бірақ бұл формадан гөрі мына форманы мен сіздерге ұсынар едім. Өйткені бұл 16 диаметрден үлкен болып осылай 30 диаметрге дейін үлкейеді, ашылады. Яғни тортты ровно етіп, осы формамен бір келкі тегіс етіп жинай аласыздар. Және торттардың корждарын жаққан кезде мен әрдайым осындай шпательді қолданамын. Шпатель дейма, спатула дейма, в общем сондай. Бұлымен қолдансаңыздар, сіздердің вупипай корждарыңыз бір келкі шығады және кремді де тегістеген кезде өте керемет құрал. Кремдерді жасаған кезде, сіздерге кейде ұнды араластырған кезде міндетті түрде венчик керек болады. Мынау кәдімгі былай араластыра беретін венчик. Ал мынау ерекше типа ручной миксер деп айтады. Осылай бассаңыздар, миксер сияқты өте жылдам араластырады. Сосын бізде ең керек нәрсе ол әрине лопатка. Силиконовый күрекше деп айтады негізі. Былай мысалға бізде бір ыдыс болса, соның түбіндегісін барлығын осылай алып шығады. Тортқа өте керек құрал. Және де бізде кекс, яғни капкейк жасаған кезде қолданылатын осындай форма. Бұл примерно біреуі 1000 теңге тұрады. Мен екеу алғанмын. Өйткені мен пешім үлкен болғандықтан екеуі де сыяды. Сондықтан осындай алғанмын. Және пешке арналған капсулалар. Егер де сіздерде мына мендегідей капкейктің формасы болса, қара формаға салып осындай капсулаларды қолданасыздар. Ал егер бұндай темір форма алғыларыңыз келмесе, қатты формасын ұстап тұратын кекске арналған, капкейкке арналған форманы алсаңыздар болады. Бірақ мынандай капсула өте арзан тұрады, ол пирожныйлардың астына қойғанға да болады. 1000 штугын 1200 теңгеге ма алған үшін. Және білесіздер, мен тапсырыс қабылдайтынымды. Бұл жерде мен цифран трафареттері. Мұнда кондитерский магазиннен сатып алғанмын. Өте ыңғайлы торт жасаған кезде осындай кез келген 1-ден 9-ға дейінгі сандарды жасай бересіздер. Және ішіне 0 бар айтпақшы. Осы форма и осыны пергамент қағазына жағып пісіріп ала бересіздер. Және ендігі кезекте бізде пергамент қағазы. Бұл жерде менде осындай мүлде жабыспайтын поклан деген пергамент қағазы. Бұның бағасы қымбаттау тұрады. Егер арзан аламын десеңіздер, ол бірақ жабысып қала береді. Бұл жерде тефлоновый коврик, яғни жуып қолдана беретін пергамент бар менде. Ол осындай үлкен болады. Ортасынан бөліп алып қолданасыздар. Бұл менде новый. Бұған только торттардың корждарын пісірулеріңіз керек, яғни пицца, самса сияқты нәрселерді пісірсеңіздер, бұл пергаментке сіңіп қалады да, сосын оны тортқа қолдана алмай қаласыздар. Лучше осындай пергамент қолданғандарыңыз жақсы. Тек тортқа арнап қойыңыз. Өте қолайлы, бағасы 500 теңге тұрады. Осындай көлемде 2-ге бөліп қойып, жағып пісіре бересіздер. Және тортқа қосатын қоспалар бұл жақта мен разрыхитель, какао, барлығын кондитерский магазиннен килограммдап сатып аламын. Және осылай ыдыстарға салып қоямын. Какао менде малайзийский, және осылай килограммный разрыхитель. Сосын бұл жерде сахарный пудра, және мына жерде кукурузный крахмал. Мастикаға керек болады бұл. Мастика менде осындай.
1,5 теңгеге алғанмын. Пакнардікі. Топ декордікін де қолдансаңыздар болады. Авалетта бар, сосын бұл мастика 1 килограмм болады ішінде. Ақ түстісін аласыздар да өздеріңізге керек форманы бояп, тортыңызды қаптай бересіздер. Және тортты суытуға арналған осындай решетка. Кождарыңыз асығыс болсаңыз, если кождарыңыз тез суыған қаласаңыз, вот осындай сетканы сатып алыңыздар, үстіп қоясыздар. Үстіне кожды қойсаңыздар, тез суыйды. Және бізде творожный сыр туралы айтайыншы деген едім. Осындай міне крем-чиз деген коллектің 69%-ін қолданамын. Осы ұнайды маған. Бағасы да басқа творожный сырларға қарағанда қол жетімді. Бұл Креметте Хохланд фирмасынікі. Бұл да өте сапалы, бірақ бұның бағасы кішкене қымбаттау тұрады. Және бізде тортқа крем құятын насадкалар мешок. Бұл менде одноразовый мешок. Және осындай многоразовый мешок. Жуып қолдана бересіздер. Өте ыңғайлы бұл. Көпке дейін шыдайды. Қолданып жатқаныма 1 жылдан асып кетті. Және әлі де көріп тұрғандарыңыздай тап-таза жап-жаңа қолдануға болады. Және өте сапалы, жыртылмайды, бірге кесіліп кетпейді. Сосын насадкалары. Бұл жерде менде Вупипай тортына арналған насадка. Номері 808, 807-не де қолдануларыңызға болады. Сосын осындай гүл шығаратын 333 насадкасы. Және молочная девочка сияқты торттардың сыртын қаптауға арналған, обтяжка жасауға арналған, яғни сондай насадка. Номері 126, 127-ні де қолдансаңыздар болады. Аузым ауырып кетті ғой. Сосын біз торттарды жасаған кезде жинайтын осындай поворотный столик қоясыздар. Осылай тортты үстіне қойып, осылай айналдырып тегістеп жасай бересіздер. Өте ыңғайлы. Бағасы 1,5 теңге тұрады. Негіз темірінде қолдануларыңызға болады, бірақ ол сәл қымбаттау тұрады және сапалы. Сосын мастиканы бояуға арналған пищевой фломастер. Бағасы қолайлы бағада тұрады. Мастиканы бояп, өздеріңізге керекті түсте жазу жазаласыздар. Менде көп краситель жағып кетті қолыма. Красительге келетін болсақ, мен қызыл барқыт, яғни красный барқыт тортына осындай краситель қолданамын. Себебі қазір индийский красительдердің көбі сапасыз. Осы топ декордың красительдері маған ұнайды. Кез келген түсті қолдана берулеріңізге болады. Кондитерлік посыпкалар туралы айтайық. Посыпкаларды өздеріңіз көп торт жасасаңыздар, әр түрлі ала бересіздер. Менде осындай қазір ашып көрсетем. Моншақ тәріздес, осындай тастар сияқты. Сосын мына жақта жүрек формасында осындай посыпкалар бар. Негізі менде көп, оның барлығы ана жақта. Кейін көрсете беремін. Сосын бізде оформленияға ерекше ететін ол кондурин. Вот кондурин деген осындай болады. Тортыңызды, шоколадтарды, печеньелерді жылтыратып бояй бересіздер. Ішінде аз тұрады, бірақ қымбат болады. 10 грамм ба, сондай 800 теңгеге алдым ау деймін. Бірақ маған қатты ұнайды оны қолданған. Оны қолданған кезде осындай кисточка пайдаланасыздар. Кисточканы сұйық маймен кондуринді араластырып тортты бояйсыздар. Немесе құрғақтай шашып сәндесеңіздер де болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Және тортты тегістегенге осындай құралдар. Өте арзан тұрады бұл да. Тортты тегістегенде өте пайдалы. Және мынандай палочкалар, бұны мен безе сияқты нәрселер жасаған кезде қолданамын. Осылай көп алып қойғанмын. Вот сол. Бәрін айттым.